Петропавлда алғаш рет колледждер студенттерінің арасында Қызылжар аруы сән байқауы өтті. Бірнеше апта қатарынан қыздар тек көпшілікті назарын аударып қана қоймай, сонымен қатар шығармашылық қабілеттерін көрсетуге үйренді. Қысқа уақыт ішінде байқауға қатысушылар бір-біріне бауыр басып та қалған. Бұл конкурсқа колледж студенттері қатысқан болатын. Біз бүгінгі сайысқа қатысушылардан тек қана сыртқы сұлулықты емес, сонымен қатар ішкі сұлулықты да күтеміз. Әр сұлу қыз ішінде жатқан барлық өнерін көрсетеді деген сенімдеміз. Қызылжар аруы байқауына қатысушы 14 сұлу қыз сахнада бар өнерлерін көрсете білді. Қазылар алқасы мүшесі Жанна Сақтағанованың сөзінше, байқаудың ең басты мақсаты қыздар сахнада өзін-өзі сенімді ұстай білу қажет. Я была у девочек на первой репетиции. Мен қыздардың бірінші дайындықтарын көрген болатынмын. Өздерінің бар өнерлерін көрсеткен болатын. Мен оларға өз тәжірибеммен бөлістім. Байқаудан өзгешелік күтемін. Әр қыз өз талантын көрсетсе екен деген тілек бар. Дайындық барысында қысылып жүргенін көрдім. Ал қазір олар ұялуды қойып, бар өнерлерін көрсетеді деген сенімдемін. Байқаудың бірінші кезеңі өзін-өзі таныстыру деп аталды. Бұл кейбір қыздар үшін сәтсіз өтті. Жүргізуші тосынан бірнеше сұрақтар қойып, қыздарды біраз қобалжытқаны сөзсіз. Кейбір сұрақтарға қыздар мүлдем жауап бере алмай тамтырап та қалды. Сонымен қатар байқау барысында қатысушылар ұлттық және кешкі көйлектерін киіп шықты. Сонымен бірге сайыс қатысушылары шығармашылық қабілеттерін де көрсете білді. Байқауда түрлі номинациялар бойынша Ақжар Қасенова, Дарья Ташланова, Таисия Васильева, Алина Қонаева марапатталды. Қызылжар аруы сән байқауының жеңімпазы Зарина Нағыманова атанды. Я просто хотела, чтобы каждый... Менде әрбір қыз жеңістің дәмін сезсін деген ниет болған, бәрі жеңсін деген тілек болды. Барлық қатысушылар жеңіске лайық. Дайындық барысында достасып та кеттік. Мен бүгінгі жеңісіме өте қуаныштымын. Барлық қатысушылар сән байқауы демеушілерінен көптеген сыйлықтарға ие болды. Олардың қатарында Максим Каспировичтің шығармашылық шеберханасы да бар. Жобаның ақпараттық демеушісі Первый Северный телеарнасы болды.